Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге FigJam деп аталатын онлайн тақтаны таныстырайын деп отырмын. Бұл жерде ең бірінші біз аккаунтымызға кіруіміз керек. Google аккаунт арқылы кіріп, продолжить деп басасыздар. Әрине Google аккаунттарыңыз сіздердің Google Chrome бар ғой, соған кіріп тұру керек. Одан кейін кіргізіп алғаннан кейін сіздерде мынандай рабочий стол ашылады. Онлайн тақта болғандықтан қазір көрейік оның қандай мүмкіншіліктері бар екенін. Мен де бірінші рет тіркеліп, бірінші рет көріп отырмын сіздермен бірге. Міне мынандай нелер ашылады. Бірақ та ең бірінші өздеріңізді тіркеп кетулеріңіз керек. Аты жөндеріңізді жазасыздар. Қандай бағытта пайдаланайын деп жатырсыздар, соны жазасыздар. Енді student educator деп жаза салдым мен. Сосын қай мақсатта пайдаланасыңдар, жұмыс үшін ба, сабақ үшін ба, соны белгілейсіздер. Одан кейін тоже FigJam'да қандай мақсатта қолданасын. Мына жерде өздеріңізге ыңғайлы нәрселерді пайдаланса, енді белгілесеңіздер болады, немесе тура мен сияқты видеоға қарап белгілей берсеңіздер де болады. Платный версиясы да бар, бесплатный версиясында кішкене пайдаланып енді 3-4 сабаққа көрсетіп алсаңыздар болады. Бір жағынан тіркелгеннен кейін жақсы да, бұл уже тақталарыңыз сақталып тұрады. Мына жерде уже сіздерге сразу осындай рекомендация шығады. Мынандай кестелерді пайдалан, суреттерді пайдалан деп, осындай рекомендациялар шығатын болды. Рекомендациялар бізге керек емес. Каждыйын қазір көрейік басынан бастап. Міне бізде навигатор, потом мынандай қолдың көмегімен тақтаны ары-бері жылжытуға болады. Сосын карандашты бассаңыздар, карандаш, маркер, сондай стикерлар барлығы ашылады екен. Міне мынандай сөзді белгілегенге, одан кейін мынандай стикерлар ашылады екен. Мынау өшіретін пластик и карандаштың түсін несін таңдағанға. Ал мына жерде фигуралар, стикерлар бар. Көк, қызыл, сары түстерін бәрін ауыстыруға болады. Міне стикерлар. Содан карандаштың түсін ауыстыруға болады, маркердің түсін ауыстыруға болады, кез келген нәрсенің түсін, көлемін ауыстыруға болады. Міне стикер қойып көрейік. Бұл жерге кез келген нәрсені, мысалы ұмыт кетпес үшін, дескриптор бірдеңелеріңізді жоғары жағына шетіне жазып қойсаңыздар болады. Бұл жерде де шрифт таңдауға болады, түсін таңдауға болады, жирный, курсивпен жазуға, сон барлығын таңдауға болады. Фигуралардың ішінде тоже фигуралар таңдауға болады. Оның ішінде мынандай стрелкалар бар, қисық стрелкалар, түзу стрелкалар, кестелер, мына жерде вен диаграмма жасауға болады. Барлығын жасай берсеңіздер болады. Сосын мында текст деп, мысалы тақырыпты жазып қоюға болады, немесе кез келген сөйлемді жазуға болады. Оқушыны шығарып жаздырсаңыздар болады. Тақтада егерде сізде интерактивті тақта, интерактивті панель болса тіптен жақсы. Осыны пайдалана берсеңіздер болады. Сосын мына жерде енді кесте қоюға байланысты. Бұның барлығы. Мынау штамп қойып кетесіздер. Мысалы, мына жерде жүрекше тұр, +1 балл деген сияқты. Мынандай штамптар қойып кетуге болады. Қол қойған сияқты ғой. Сұрақ белгісі тұр ана жерде. Бәрін таңдасаңыздар болады. Ал мына жерде мынандай смайликтер, стикерлер, немесе интернеттен бір суретті іздеп тауып қойсаңыздар болады. Прямо осы жерге атын жаза берсеңіздер өзі шығады. Осы жерден іздесеңіздер болады. Google сияқты. И мынандай кішігірім нелер бар, стикерлар тоже. Кез келген таңдап қоя берсеңіздер болады. Өте түрлері өте көп екен. Міне маған ұнады. Сабақта да мынандай let's talk about it. Мысалы, мына бір нәрсе туралы сөйлесейік дейсіздер да, балаларға бір диалог беріп қоясыздар, мысалға. Тағы бірдеңені көрсетуге болады. Сол плюс батырмасын басып, тағы да өздеріңізге қажет нәрсені қоса бересіздер. Сол оң жағында жаңағы тақтаның несін кішірейтуге, масштабын үлкейтуге, кішірейтуге болады. Қарап тұрсаңыздар. Сосын мынандай дайын нелер бар. Дайын тұрған кестелерді де ала салсаңыздар болады. Виджеттер бар міне.
сосын приложениялар бар, Microsoft'тан алса да болады екен. Жалпы бұл тақтаның мүмкіншіліктері көп екен. Widget, templates деп тұр мына жерде, стикерлар, видео қойып қоюға болады. Мына, по-моему, бір ойын. Енді менде ашылған жоқ. Почему-то түсінбедім. Менде ашылмай тұр. Мына short party деп тұр. Сосын тағы енді жоғары жақтарын қазір көреміз, не бар екен. Жоғарғы жақтарында астыңғы жағын көрдік. Міне страница не отвечает, ол менде уже кірмей тұр бағанағы. Интернеттің жаңағы несіне байланысты, интернеттің күшіне байланысты өзгеріп тұратын сияқты. Қазір жоғары жағында не бар екенін көрсетемін. Тағы да бір мұғалімдерге өте қажет зат бар. Ол бізде жаңағы таймер қою. Мысалы, мектепте біз тапсырма бергенде таймер қойып қоямыз, иә. И балалар сол таймерге мысалы қарай береді, иә. Сол таймерге қарамас үшін, мысалы, мына жерде таймер қойған кезде музыкасы да бар екен. Енді қазір сіздерге дауысы естілмеуі мүмкін. Музыканың барынша шығарып жатырмын, бірақ та менде запись экраны жасап жатқан кезде ол дауысы естілмей қалады екен по-любому. Бірақ кез келген музыканы мына жерде өздеріңіз бір мелодияны таңдайсыздар, өздеріңізге ұнаған сол мелодия бойынша, мысалы 3 минутқа қойып қойдық, балалар отвлекация етпей сол тапсырманы орындай береді. Қашан бітеді уақыт деп ойламайды. Музыка біткенше олар орындап отыра береді. Ал музыка аяқталғанда олар уже автоматически біледі. Демек біз уже тапсырманы аяқтауымыз керек, музыка бітті деген сияқты. Пока музыка ойнап тұрғанда олар тапсырманы орындай береді. И мына жерде не обязательно 3 минутқа, сіздер 10 минутқа көбейтсеңіздер болады, 1 минутқа азайтсаңыздар болады. Настройкасынан азайтып көбейтіп алсаңыздар болады. Тағы да егерде профессионалды режимге қосылып, жаңағы платный версиясына қосылсаңыздар, одан да көп мүмкіншіліктері шығады. Мынау енді бесплатный версиясы болғандықтан осындай болып тұр. Міне осы жерден жаңағы 3-тің қасына барып өзгертсеңіздер болады. Сосын мына жерде кесте қою, тағы да комментарий жазу, мына жағына коммент жазып қойса болады. Файлды сохранить ету, шейер батырмасын, фиолетовый тұрған жақтағы соны басу арқылы бөліссеңіздер болады. Ссылкасымен бөлісуге болады. Сохранить етіп алсаңыздар болады. И мына жерде Team Project деген жаңағы сіздердің дайын проектілеріңіз, осы уақытқа дейін жасаған проектілеріңіз сақталып тұрады. Енді менде пока ешқандай проект жоқ, только бір тақта ғана. И мына жерде Untitled деген жаңа аты, title деген оның несін, темасын, атын жазып қойға болады. Мысалы 3-ші сынып деген сияқты, 10-ші сынып, 11-ші сынып, или там тақырыбыңыз жазып қойсаңыздар болады. И мында ссылкасымен осылай бөлісіп кетсеңіздер болады. Одан кейін балаларға тоже Start Open Session деген, яғни ашық сессияны балаларға онлайн түрде беріп, сол тақтада орындатсаңыздар болады. Яғни балаларда телефондарымен кіріп, осы стикерлар таңдап, кері байланыс берулеріне болады. Ана не сияқты? Padlet сияқты осы жерде стикерлар таңдап, сіздерге кері байланыс берулеріне болады сабақ үстінде. Енді мына жерде клавиатураның несін өзгерту, настройкалардың барлығы бар, ол жаққа кірмей қойсаңыздар болады, өздеріңізге қажет затқа ғана кірсеңіздер болады. Енді осымен видеом аяқталды. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып бөлісуді ұмытпаңыздар.